Сәлем. Басты кейіпкер Эдди. Ол жазушы. Бірақ өмірі мүлде жүрмей жатыр. Баспамен келісім шарты бар. Бірақ кітап жазу бірнеше айдан бері орнынан қозғалмаған. Осы қиын кезеңде оны қызы тастап кетеді. Эдди толық күйзеліске түседі. Бір күн шаң көшеде ол бұрын есірткімен айналыспарды отырып сөйлеседі. Қазір ол фармацевтикалық компанияда жұмыс істейді екен. Эддидің жағдайын білген соң, оған бір ерекше таблетка береді. Мынау саған көмектеседі дейді. Үйіне қайтып бара жатқанда, үй иесі ақшаны төлемеген үшін ұрса бастайды. Дәл сол сәтте таблетка әсер ете бастайды. Эдди кенеттен бәрін есіне түсіреді. Оқыған кітаптар, мақалалар, конспектілер, бәрі. Ол бірден қыздың диссертациясына көмектеседі. Пәтерін жинайды және кітаптың бірнеше тарауын жазады. Келесі күні эффект жоқ. Бірақ жазғаны сақталып қалған. Редактор оның жұмысына таң қалады. Енді оған тағы таблетка керек. Ол қайтадан қайнағасына барады. Бірақ оны өлі күйінде табады. Пәтер астан кестең. Эдди полиция шақырады. Бірақ кейін жасырын түрде іздеп, плитаның ішінен таблеткалардың жасырын қорын табады. Осы сәттен бастап, оның өмірі толық өзгереді. Эдди 4 күнде кітапты аяқтайды. 3 күнде пианино үйренеді. Бірнеше тіл меңгереді. Сосын ол қаржы саласына кіріседі. Банк сенбеген соң, бір бандиттен $100,000 қарыз алады. Бір аптада 2 миллионға жеткізеді. Оның аты бүкіл қалаға тарайды. Газеттер жаза бастайды. Үлкен компаниялар жұмыс ұсынады. Тіпті ол бұрынғы қызына қайта оралады. Бір күні ол өзін біреудің аңдып жүргенін байқайды. Сол кезде оған қаладағы ең ықпалды адамдардың бірі Карл Ван Лун кездесуге ұсыныс жасайды. Барлығы керемет өтеді. Эдди енді элитаға кіруге дайын. Тіпті президент болуды да ойлай бастайды. Бірақ дәл осы кезде жанама әсерлер басталады. Ол кенет уақытты жоғалта бастайды. Бір сәтте барда, келесі сәтте қонақ үйде. Тағы бір сәтте көшеде төбелесіп жүр. Тіпті ол бір қызбен бірге болғанын да толық есіне түсіре алмайды. Ең сорақысы, сол қыздың өлтірілгені туралы жаңалық естиді. Эдди таблетканың қауіпті екенін түсінеді. Ол бұрынғы қолданушыларды іздейді. Бірі өліп жатыр, қалғандары ауыр халде. Оны аңдып жүрген адам дәл сол таблеткамен байланысты. Қауіп оның сүйіктісі Линдаға да жетеді. Қызға бәрін айтуға тура келеді. Линда таблетка ішіп, ақыл ойы күрт күшейеді. Ол қашу жоспарын бірден құрып, өзін құтқарып қалады. Бірақ осыдан кейін, мен сені тастаймын дейді. Эдди бәрін тоқтатуға ант береді. Бірақ алдымен бір істі аяқтауы керек. Бандит тағы келеді. Бұл жолы ол да таблетка ішіп көреді. Ал бұл үлкен қателік. Эдди оны өлтіреді. Бір жылдан кейін Эдди енді сенатор. Ол Линдамен қайта қосылған. Бірақ ең қызығы, ол таблетканы тастаған жоқ. Керісінше, оның құрамын біліп, өндірісті жолға қойған. Оған Карл Ван Лун келеді. Ол бәрін біліп қойған. Тіпті оны бақылап жүргенін айтады. Бірақ Эдди күлімсірейді. Мен бәрін алдын ала көрем дейді. Оған енді ешкім қауіп төндіре алмайды. Қорытынды. Бұл фильм шексіз мүмкіндіктің бағасы туралы. Ақыл күшейсе, адам құдайға айнала ма, әлде өз-өзін жоғалта ма? Фильм атауы сипаттамада. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.